Ұшақта музыка тыңдап отырып, ол көмекке шақырған айқайдың дауысын естіді. Инстинктивті түрде жігітінен естіді ме деп сұрады, бірақ жігіті мүлдем таң қалды. Әйел бастапқыда бірдеңені елестетіп жатырмын деп ойлап, құлаққаптарын қайта киюге құлықсызданды. Бірақ бірнеше секундтан кейін дыбыс қайта естілді. Бұл оны ашуландырды. Біреу онымен сөйлесіп тұрғандай естілді, бірақ ол олардың не айтып жатқанын түсіне алмады. Ол бірден құлаққаптарын жігітінің құлағына киді, бірақ жігіті әлі ештеңе естімеді. Толықтай таң қалып, мазасызданып құлаққаптарын қайта киді, бірақ айқай естілді. Қорқып кеткен ол бірден құлаққаптарын шешіп, жігіттің дыбысын қаттырғаны үшін ұрысты. Келесі секундта ол құлаққаптардан қан ізін байқады. Бұл таңқаларлық көрініс оны тыңдаудан қорқытып, бірден құлаққаптарын алдындағы сақтау қалтасына салды. Дәл тынышталып, терең тыныс алғанда тағы бір таңқаларлық көрініс пайда болды. Жынданғандай ол бірден орнынан тұрып, тікелей дәретханаға қарай жүрді. Ол айна алдында тұрғанда ғана есін жиды. Жігіт таңқадағы оқиғалар туралы айту үшін орнына оралғанда, әйел кенеттен тағы да есеңгіреп қалды. Ол инстинктивті түрде үстіңгі жәшіктерді ашуға тырысты, бірақ кенеттен тию оны жерге құлатты. Сонымен қатар оны күш басқа өлшемге алып кетті. Бұл өлшемде алынбаған чемодандар үйіндісі және әлі нәрестесін ұстап тұрған ақ көзді әйел болды. Әйел ер адамға зиян келтірген жоқ. Ол оны ұшаққа қайтармас бұрын оған хабарлама қалдырды. Содан кейін әйел есінен танып қалғандай көргендерінің бәрін айта бастады, бірақ ешкім оның абсурдтық әңгімелеріне сенбеді. Бұл таңқаларлық оқиғалар салондағы кейбір жолаушылардың да мазасын алып, зудауға ұласты. Жолаушылар таңқаларлық жағдайды күдікпен талқылап жатқанда, ер адам дәретхана есігін ұстап тұрған қолды көріп қорықты. Содан кейін қорқынышты әйел олардың алдында пайда болды, және барлығы қорқыныштан демдерін іштеріне алды. Әйел Дажуанға нұсқап, жүректі ауыртатын айқай шығарған кезде, Дажуан тапаншасын суырып алды, бірақ ол оқ атуға үлгермей жатып, әйел түтіндей жоғалып кетті. Қорыққан бортсерік кабинаға жүгіріп барып, капитаннан шұғыл қонуды талап етті, бірақ ер адам қонуға болмайтынын, олар Тынық мұхитының үстінде екенін және қонатын жер жоқ екенін айтты. Сол сәтте екінші ұшқыш елестің иелігінде екені анық көрініп, қатты ашуланды. Ол капитанның мойнынан ұстап, ұшақты басқаруды жоғалтты. Ұшақ бірден тепе-теңдігін жоғалтты, ал кабинадағы жолаушылар үрейленіп, аспанды жарып өткен айқайлар естілді. Дажуан мұның жалғаса беретініне жол бере алмайтынын білді. Ол дереу әрекет етуі керек еді. Ол дереу кабинаға жүгіріп кіріп, есінен адасқан екінші ұшқышты күшпен тоқтатты. Содан кейін капитан босап, ұшақты тұрақтандырып, апаттың алдын алды. Алайда бұл қарғыс атқан ұшақтағы қорқынышты оқиғалар жалғасты. Терезелерде кісі өлтіру деген сөздер айқын көрінді. Бұрын әйел елесінен қорқып жүрген жолаушылар енді қорқып кетті. Олардың барлығы елестің пайда болуы ұшақтағы біреумен кездейсоқ кісі өлтіруді ұнататын суыққанды кісі өлтірушімен байланысты деп сенді. Өмірлерінен қорқып, жолаушылар бірауыздан елес айтқан кісі өлтірушіні табуға шешім қабылдады. Осы сәтте Хей Мэй өзін алып кеткен басқа өлшемді есіне түсірді. Бұл барлығының жоғарғы жәшіктерге күдіктенуіне себеп болды. Азаматтық киім киген полицей Дажуанның басшылығымен топ жәшіктерге абайлап кірді. Бірақ олар кірген бойда әйелдің бейнесі айналасында қайта пайда болып, оларды анық бағыттады. Содан кейін топ жерде қанға боялған кіндік бауды көрді. Жіптің артынан олар ақыры қара рюкзак тапты. Олар оны абайлап ашты, ішіндегі заттар олардың омыртқаларын суық етті. Рюкзак қатыгездікпен өлтірілген әйелдердің суреттеріне толы болды. Олардың бірі олар көрген елес еді. Ішінде көптеген әйелдердің шашы мен тырнақтарының қиындылары да болды. Бұл иесінің есінен танып қалған кісі өлтіруші екенін көрсетеді. Көп ұзамай олар ұшқыштың аты жөні жазылған визитка тапты. Барлық белгілер бірден ұшақты асығыс басқарып жатқан ұшқышқа нұсқады.